Қайырлы күн оқушылары. Бүгінгі сабағымызда әртүрлі объектілерді анимациялау деген не және оны қалай қолдану керек екенін анықтаймыз. Анимация ол жансыз, қимылсыз нысандарға көрермендердің назарын аудару үшін қозғалыс елесін жасауға мүмкіндік береді. Ал ендеше анимацияға әсерді қалай қосу және қандай түрлері бар екенін, қозғалыс жол әсерлерін қалай жылжытуға болатынын мына сілтеме арқылы көруге болады. Анимация ұғымы. Анимация эффектілерінің баптаулары. PowerPoint анимациясы бұл Microsoft PowerPoint және басқа да осыған ұқсас бағдарламалардың ойын немесе фильм құру мақсатында қолданатын анимация түрі. Сіз PowerPoint-та анимациясында нысанды анимациялай аласыз. Мысалы, айрықша бір нәрсені жасауға мүмкіндік аласыз. Айталық, слайд бойынша фото көрінісін қимылға келтіре аласыз. Егер PowerPoint-тағы анимациялардың үлкен галереясы талабыңызды қанағаттандырмаса, сіз галерея шегінен шығып, қалауыңызды жасай аласыз. Анимацияның бірнеше эффектісін біріктіру жолымен немесе қозғалыс траекториясын салу арқылы өзіңіздің және эффектіңізді жасаңыз. Бір ғана нысан немесе слайд үшін анимацияның көп эффектілерімен жұмыс жасау кезінде панель анимацияды қолданғаныңыз дұрыс. Оны ашу үшін анимация, добавить анимацияды басыңыз. Өз слайдыңыздағы анимация жасағыңыз келген затқа басыңыз. Анимация қойындысында өзіңіз таңдаған нысанға эффект беру үшін анимация немесе добавить анимацияды басыңыз. Басқа эффект қосу үшін добавить анимацияды басу қажет. Егер добавить анимацияды қолданбасаңыз, жаңа эффект қоса алмайсыз. Бірақ оның орнына қолданған эффектіні өзгерте аласыз. Алдыңғы эффектіге ілестіріле эффектті жасау үшін запускать вместе с предыдущимді таңдаңыз. Эффектілер бірінен соң бірі жалғаса берілу үшін запускать после предыдущегіні таңдаңыз. Барлық эффектінің қалай бірлікте жұмыс істейтінін көру үшін область анимация қойындысындағы просмотрды басыңыз. Сонымен қатар бұл сілтемедегі жаттығуларды орындауларыңызға болады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, құстар біздің досымыз деген тақырыпқа презентация жасап, әртүрлі анимациялық әсерлерді пайдаланып, өз қалауларыңызбен безендіріңіздер. Назарларыңызға рахмет.